Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Müslüman bavurlar, ağayınlar, sizler menen mına bir öte keremet okugamen bölüşküm kelip otur. Elbette bu okugadan sonday bir ülken gibrat alarsızlar degen ümittemin. Bu okuga osıdan bir yıl, yani bu okuganın bolganına bir yıl tola koymagan bolar. Bu okugany magan anam aytıp bergen bolatın. Yani anamның жақын bir arlasып жүрген адамдардың үйінде болған жағдай екен. Әдеттегідей әрбір үйде арасында болып тұратын ұрыс бұл үйде өте кеңінен өте бір үлкен орын алады сол күні. Yani ұрыс болған күні. Сондай бір өте үлкен ұрыс болады екен. Сол баяғы екі жастың арасындағы ұрыс болады. Екі жас, yani ерлі зайыптылар ұрысқан кезде шайтан ортаға өте керемет түрде кіреді. Шайтан үшін ол өте бір үлкен қолайлы момент, яғни жағдай болады. Яғни еркек адамды қалай азғырады шайтан сондай ұрыс болған кезде, ей мынау қатын ғой, сен бұны қатын қылып алдың, бұл үйде отыру керек, үйден шықпау керек, саған сөз қайтарып жатыр, орнына қой оны дереу деген сияқты сондай бір өте үлкен пасық жаман ойларды уәсуаспенен жасайды екен. Одан кейін дереу әйелге көшеді. Sen үйде бәрін істеп жатсың, балашыға қарап жатсың, ыдыс аяқтарды жуып жатсың, киімдердің бәрін жуып, бәрін ретімен орнына қойып жатсың. Бұл саған көңіл бөлмейді, сені бұрынғыдай сүймейді деген сияқты жан жақтан жаман ойлар келе бастайды. Яғни шайтан осы моментті қолданып оған сондай бір жаман уәсуастар жасай бастайды. Сондай бір уәсуас жасалған күн болған екен бұл. Сөйтіп арада ұрыс үлкейе береді, өрши береді. Одан кейін жаман сөздер шығады. Яғни үйден кет, әйел мен кетемін, болды, бала шағамды аламын, жоғалт көзіңді деген сияқты жаман сөздер айтылады. Сөйтіп әңгіменің тоғытері әйел үйден кетпекші болады. Сол үйде еркектің анасы да болады екен. Жаңа баласына, ей балам қойсаңшы, келінім сен қойсаңшы дейді, бірақ екеуі де ешкімді упор көрмей тұрады. Яғни ешқайсысын пысқырмай тұрады сондай моментте. Ол ашу кезінде адамдар неше түрлі нәрсені айта бастайды. Яғни шайтан үшін өте бір қолайлы момент болады. Сол моментте шайтан уәсуасы жасайды. Адам болса уәсуасқа жүгініп, ойына келген тірліктің бәрін істейді, ойына келген нәрсенің бәрін айта бастайды. Еркеге кет дейді, әйел болды, кетемін мен деген сияқты сөздерді айтқан болса керек. Сөйтіп еркегі үйден ашуланып шығады екен. Дереу көлігіне отырып, жаңағындай ашулықпенен, әйел болса телефонмен сөйлесіп, жаңағы жиналып кетейін деп жатыр. Сөйтіп бұлардың бірнеше баласы болса керек. Қызы 6 жасар, 5 жасар, сондай 6 жасар қызы далаға шығып, әкесіне барып, жаңа есігін ашқыздырып, әкетай, біз мен кеткім келмейді. Мен сенімен қалғым келеді әкетай. Кетпеші, сен қайда кетіп баратсың деген сияқты сондай бір жүрекке тиетін сөздерді айтады. Бірақ әкесі не істеп отыр? Ол сол жерде шайтанның уәсуасына беріліп, сондай бір кішкентай бүлдіршіннің сөзіне де құлақ аспай, кет ана жаққа, мен қазір кетемін деп, жаңағындай ашуланып айтқан болса керек. Машинасына отырып қызы кетіп қалған сияқты болады еркектің көзіне. Бір кезде сондай бір ашуға, ызаға берілген күйде әкесі машинасы коробка автомат болған екен. Соны дыға салып, дыны білесіздер, дыға қойған кезде драйв, яғни алдыға жүреді машина. Дыға салып, газды дереу басады. Дереу басып, жолынып қозғалған кезде бір кезде бір нәрсені басып кеткен байқайды. Есікті ашып қараса, субханалла, Аллаху тағала сақтасын. Аллах тағала мұндай қиыншылықты, мұндай сынақты ешқайсымызға да бермесін. Барып қараса, өзінің жаңағы қасына келіп жылап кеткен. Әкетай, кетпеші. Әкетай, мен сенімен бірге қалғым келеді. Мен сенімен болғым келеді деп жылап, өтініп кетпеуін сұрап кеткен қызы сол көңіл күйі түскен күйде машинаның алдыңғы жағына, яғни дөңгелектің түбіне барып отырып жылап отырған екен. Сөйтсе әкесі өзінің туған қызын ашуға берілген күйде, ызаға берілген күйде көрмей отырған мыжып, тас талқанын шығарып езіп тастаған екен. Аллах сақтасын. Менің анамның айтуы бойынша бұл қара үлкен джип болды деп айтты анам. Одан кейін бұл кісі жаңағы еркек қызы өлгеннен кейін машинасын тас талқанын шығарып, оны ұрып, итін шығарып тастады дейді. Абдуғаппар Сманов, Аллаху тағала марқұм, ол кісіні, ұстазымызды рахмын алсын. Сол кісінің уағыздарында ол былай деп айтқан еді. Адам өлгеннен кейін маймыл құсап,
ешек құсап ақырып жылаудың дым қажеті жоқ деп. Тура сол сияқты бұл кісілер сондай бір күйге түседі. Қыз өлгеннен кейін қатты ашуланып, одан арман жаңағындай әйеліне тепкілеп тастайды екен бұл еркек барып. Сенің кесірінен болды, сен не қарап отырсың, неге қарамадың қыздың үйден шығып кеткенін деген сияқты. Одан ары ашуланып, жаңағы машинаның тасталқанын шығарып тастаған екен. Сондай қара үлкен машина деді, яғни джип болса, оны әрқайсыңыз түсінетін шығарсыздар. Жеңіл машина болса, машинаның алдында отырған адамның басы, хотя бы басы көрініп тұрады. Бұл джип болғандықтан биік болады, оның түбінде отырған адам, ол кішкентай бала емес, үлкен адам отырса да, оның басы көрінбей тұрады. Тем более ол 200-ка не болмаса бір 570-ке ұқсас машина болған екен. Сөйтіп, машинаның тасталқанын шығарады. Жаңағы бала өлгеннен кейін сол кішкентай қыздың өзі езіп кетті ғой. Сол жерге көршілер жиналады. Еш қайсысы жаңағы өлікке жоламайды дейді. Еш қайсысы жоламай жатыр. Өйткені өліктің түрі орысша айтқан кезде до невозможности страшно болып тұрды дейді. Миы деген шашылып кеткен. Сонда бір батыл түрік не болмаса бір күрт әйел деп айтқан болатын анам. Миының бәрін өзі жинап, кәдімгідей жаңа мәйітке салып берді дейді. Аллах сақтасын. Мұндай ашуға беріліп, мұндай нәрсеге барудан Аллаху Тағала баршаңызды сақтасын. Содан кейін келесі күні мен анам келесі күні